Ырым тыйымдар. Бала бас ұстамайды. Егер бала бас ұстаса, әкесі өліп қалады деп тыйым салған. Нанның қиқымын жесе, бай боласын дейді. Сәби тоңқайып екі аяғының астына қараса, күткен жолаушы келеді. Немесе қонақ келеді деп жорған. Жас балаға бұғана ұстатпайды. Онда бойы өспей қалады деп жорған. Қыз балаға жілік ұстатпайды. Ұстатса күйеуге шықпай, оң жақта көп отырып қалады деген наным бар. Бала алғаш жолаушы шыққанда той жасайды. Сәби көзін ашып ұйықтаса, жары сұлу болады. Сәби шалқасынан алаңсыз ұйықтаса, елге белгілі азамат болып өседі. Бүк түсіп ұйықтаса, уайымшыл, жігерсіз болып шығады. Етпетіне жатып ұйықтаса, ойшыл болады. Егер аяқ қолын еркін созып ұйықтаса, болашақ батыр, кемеңгерліктің белгісі. Баланың желкесі шұқыр болса, немесе желкесінен сүйсе, кесір болып өседі. Шөбересінің алақанына су құйып, ішкен қарт жұмаққа барады. Тіл үшін жесе, сөйлеңдеп сөйлей беретін болады деп ырымдаған. Таңдай жесе, шешен болады. Батыр мен ақынның, шебер мен палуанның сарқытын жегізсе, немесе олар сәбидің аузына түкірсе, олардың жақсы қасиеті мен өнері балаға қонады деген ырым бар. Сәбиге көз тимес үшін түйе жағып қояды. Жастың басы ауырса, басыңа бас қосылады деп ырымдаған. Жұма күні кір жума, аруақтар ренжейді. Ақты төксе, малдың желіні кетеді. Пышақтың жүзі шалқасынан жатса, сол үйдің малы пышаққа ілінеді. Егер киіз үй сыртына ит сарып кетсе, құт келеді деп жақсылыққа тілеген. Адам құлағы шуылдаса, жанындағы кісіден қай құлағым шуылдады деп сұрайды. Ол дәл тапса, мені біреу мақтап жатыр екен дейді. Ал егер таба алмаса, жамандап жатыр дейді. Жаңа туған ботасы бар үйге қызыл жалау байлап қояды. Оны көргендер атпен, көлікпен қатты жүріп келмейді. Қатты келсе, бота шошып, өліп қалады деп ойлаған. Қазақ сейсенбіде жолға шықпайды. Іс жұмыс бастамайды, көшіп қонбайды. Жолаушыға қайда борасың демейді, жол болсын дейді. Тамақ үстіне келген адамға үй иесі мақтап жүреді екенсің деп риза болып қалады. Дастархан жиналып жатқанда келгенде, бізді жамандап жүреді екенсің деп ескерту жасайды. Дастархан үстіне келген адамға ауыз тигізеді. Әйтпесе күйеуің немесе әйелің тастап кетеді деп жорған. Мал сатқанда оны ноқтасымен не бас жүгімен бермейді. Малдың басы кемейді деп ырымдаған. Мал төлдеп жатқанда ешкімге мал бермейді. Сатпайды және айырбастамайды. Жақын адамдарға пышақ, ит сыйламайды. Егер жақын адамыңның пышағы өте ұнаса, оны ұрлап немесе сатып алады. Ауыл ішіне атпен шауып келген жаман ырым. Егер сүйінші сұраса, шауып келуге болады. Бірақ сүйінші деп айқайлап келуге тиіс. Қайғылы, қазалы хабарды естігенде, немесе жаназаға шақырғанда ғана атпен шауып келіп, шеткі үйге хабарлайды. Ол үйдің иесі басқаларға хабарлауы тиіс. Үйге кешке немесе түнде келген адам кеш жарық деп кіреді. Үйге келмеген қонақ адам болсын болмасын ассалаумағалейкум деп сәлем беру керек. Екі қабат әйел арқаны аттамайды, аттаса баланың кіндігі мойнына оралып қалады. Біреу әңгіме айтып отырғанда сәби түшкіріп қалса, шын айтқаны деп ойлайды. Аты сүріншек болады деп балаға төстің сүріншегін жегізбейді. Қазақ сәтті күн деп істі сәрсенбі күні бастайды. Көзге теріскен шықса, саусақ арасынан қол шығарады.
Мысыққа тамақ бергенде ертең ұмытып кетесің деп маңдайынан шертіп береді. Тауық мезгілсіз шақырса жаман ырым. Иегің қышыса бір жерден дәм татасың. Адамның келіншек отырған жақтағы аяғы үйіп қалса екі қабат екен деп ырымдайды. Егер өздері әкелген сыбаға немесе тамақтан жесе, ол үйдің әйелі қыз табады. Бейуақытта ұйықтаған жылаған жаман болады. Қолды жуғаннан кейін оның суын сілікпейді, орамалмен сүртеді. Бала қаспақ жесе, оның үйлену тойында жаңбыр жауады. Баласы шымыр болсын деп екіқабат әйелге сағыз шайнатады. Түсік тастамасын деп жас әйелін етегін бүріп қояды. Екі қабат әйелдің күні жақындаған кезде жер ана қуат бер деп жалаң аяқ жүргізеді. Сіздермен болған әлем әңгімелері. Бүгінгі тақырып ырым-тыйымдар. Ырым-тыйымдардың озығы бар, тозығы бар. Қайсысын қолдайсыз, қайсысын қате деп ойлайсыз, комментарийге жазып бөлісе кетіңіз. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Лайк басып, қолдау көрсетіп отыруларыңызды сұраймын.